Қайырлы күн. Бүгінгі сабақ жай бөлшек. Жай бөлшектерді оқумен, сонымен қатар жазумен танысатын боламыз. Жай бөлшектермен таныспас бұрын мына мысалға көңіл аударайық. Бүтіннің бөліктері дегенді қалай түсінесіңдер? Бүтіннің бөліктері деген. Яғни, мәселен, мына бір апельсин, осы апельсинді бұл бір бүтін бұл. Осыны бөліктерге бөлсек, бүтіннің бөліктері шығады. Мәселен, мен 5 бөлікке бөлдім делік. Апельсин 1/5 бөлікке бөлінді. Мен оның біреуін алып жедім. Демек, мен апельсиннің 5/1 бөлігінің бірін, немесе апельсиннің 5-тен 1 бөлігін жедім. Яғни, бір апельсинді 1/5 бөлікке бөлдім де, біреуін жедім. Яғни, жай бөлшек алымынан, бөлімінен, бөлімі, алымы және бөлшек сызығынан тұрады. Жай бөлшек. Мұндағы бөлімі бүтіннің қанша тең бөлікке бөлінген. Яғни, бір апельсинді жаңа біз 5 бөлікке бөлдік қой. Бір бүтінді біз теңдей неше бөлікке бөлдік. Соны бөліміне жазамыз. Өзі айтып тұр, бөл деп, 1 бөлікке бөл дейді. Алымы деп үстіңгі бөлігіне жазамыз. Бөлшек сызығының алымы. Алымы ол нешеуін біз алдық. Немесе нешеуін алып досыңызға бердіңіз. Ал деп айтып тұр. Жаңаға 5-тен 1 бөлігін жеп қойып, 1 бөлігін жеп қойдыңыз ғой 5 бөлікке бөліп, Сол 1 бөлік алып қойдыңыз сіз. Өзіңіздің қажетіңізді алып қойдыңыз. Демек, сізде ол алымына жазылады. Мұндағы жалпы формула түрінде жай бөлшек n бөлімі m алымы жазылады, және ортада бөлшек сызығы. Мұндағы ортадағы сызық бөлшек сызығы бұл бөлу амалын береді. Бөлу дегенді осылай бөлшек сызықпен сызамыз. Төменгі бөлігіне жазылғаны бөлімі, жалпы неше бөлікке бөлгені, неше бөлігін алғаны алымы, алғаны ал деп тұр. Алымы ол үстіңгі бөлігіне жазылады. Жалпы формула n-нен m. Енді жай бөлшектің жазылуындағы бөлшек сызығын бөлу белгісі деп түсінеміз, Мәселен, алымын бөліміне бөлу керек болса, онда жай бөлшек түрінде жазамыз. Мәселен, 5-ті 6-ға бөл десе, сіз 6-дан 5 деп жазсаңыз болады. 2-ні 3-ке бөл десе, 3-тен 2 деп жазсаңыз болады. Яғни, m бөлу n ол n-нен m-ді береді. Яғни, бірінші тұрған сан үстіне, алымына, екінші бөлгішіміз ол біздің бөліміне кетеді. Бөлшек сызығын қолданған алғашқы орта ғасырлық оқымысты итальян математигі Пизанский 1202 жылы қолданған болатын. Бөлшекті қалай дұрыс оқуға болады? Мәселен, n-нен m болсын. Мұндағы n бөлімі ол нешеден, қаншадан деген сұраққа жауап береді. Яғни, нан-ден, дан-денді жалғап айтасыз. 5-тен 3, 2-ден 1 деген сияқты нан-ден, дан-денді жалғайсыз. Ал алымы қай сан тұр, сол санның өзін нақты айтасыз. 3, 4, 5, 7 ешқандай жалғанбайды алымыны. Мәселен, 72-ден 31. 72-ден 31. 7-ден 2 деген сияқты. Енді сұрақ, дөңгелек неше тең бөлікке бөлінген? Қарайықшы, санайық, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жалпы 6 бөлікке бөлінген дөңгелек. Жасыл бөлік қаншаға тең дейді? Санайық, 1, 2, 3, 4. 4 бөлігі жасыл болып тұр. Жалпы 6 бөлікке бөлінсе, онда жалпы бөлініп тұр. Бір бүтінді 6 бөлікке бөліп тастап отыр. Онда ол бөліміне жазылады. 4-еуі жасыл. Соның ішінде 4-еуі жасыл. Міне 4-і алымына. Жасыл түс алып қойды. Ал қызылы қанша екен? Жалпы 6-ға бөлінсе, бөлімі 6 болады. Қызылы 2. Демек, алымына 2 жазылады. Ол 6-дан 2. 6-дан 4, 6-дан 2. Келесі. Егер біз жартысын ішіп қойдым, жартысын жеп қойдым, немесе жартысын алып қойдым, жарты деген сөз бізге таныс. Ол жай бөлшек түрінде 2-ден 1 болып жазылады. Мысалы, мына шеңбер 2 бөлікке бөлінген, біреуі сарымен боялған делік. Демек, ол бізде 2-ден 1 бөлігі. Жартысы боялып тұр, демек ол 2-ден 1. Сүт бөтелкенің тең жартысында тұр.
жартысында, ол 2-ден 1 бөлігі. Ал енді ширек бар. Ширек ол бізде әрдайым 4-тен 1-ге тең. Мәселен, шеңберді 4 бөлікке бөлсек, әрбір бөлігі 1 ширектен береді. 1 ширек, 2 ширек, 3 ширек, 4 ширек. Яғни әрқайсысы 4-тен 1 бөлік. 4-тен 1 бөлік, көк 4-тен 1, жасыл 4-тен 1 сияқты барлығы 4-тен 1 бөліктен береді. Ал сағатқа келетін болсақ, 4-тен 1 бөлігі ол 1 сағаттың 15 минуты. Яғни ширек деп айтылады. Ал 45 минут қалғаны 45 минут. 1 сағаттың қалғаны 45 минут. 15 минут жаңа 4-тен 1 бөлігі болды ғой. Қалғаны 45 минутты ол бізде 4-тен 3 бөлігін береді. 1, 2, 3, 4 бөлікке бөлініп тұр. 45 минуттын сұрап отыр. Яғни мына жақ, демек 1 бөлік 4-тен 1, 4-тен 2 бөлік, 4-тен 3 бөлік, жалпы 4-тен 3 бөлігін беріп отыр. Қоса береміз 4-тен 1, 4-тен 2, 4-тен 3. Кесінді 1-7 бөлікке бөлінген. Оның 1 бөлігі 7-ден 1-ге тең болады. Яғни жалпы неше бөлікке бөлінген, оның бөліміне жазамыз. Нешеуін алып отыр? 1-еуін алып отыр, онда ол 7-ден 1 бөлігі болады. 2-еуін алып отырса, ол 7-ден 2 бөлігі болады. Дәл сол сияқты 5-еуін алып отырайықшы. Бір үлкен кесіндінің тағы ішінен бөліп тастаған ғой. 5-еуін алып отыр. Демек, ол 7-ден 5 бөлігі. 6-еуін алса 7-ден 6. Ал барлығын алып қойса, онда санаймыз, жалпы 7 бөлікке бөлінген, онда 7-те 7. 7-еуін де 7 бөлікке бөліп, 7-еуін де алып отыр ғой. Демек, ол 7-те 7 бөлікке тең. Енді мына сәйкестендіруді орындап көрелік. Жасыл түс. Боялғаны. Қанша бөлігі боялған? Біз оны жай бөлшекпе жазу үшін бірінші неше бөлікке бөлінген санап шығамыз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жалпы 8 бөлікке бөлінген. Нешеу боялып тұр? 1-еу ғана боялып тұр. 8 бөлімінде тұрады, 1-еу ғана боялған. Демек 8-ден 1 бөлігі. Ал екінші сары. Сары қанша бөлікке боялып тұр? 8-ден, барлығы 8 бөлікке бөлініп тұр. 1-де өткен сары боялғаны 1, 2, 3. Сары ол 8-ден 3 бөлікке боялған, Ал келесі көкше. Көк 8-ден 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бөлімі 8, алымы 7. 7 ғана 8-ге бөліп, 8 терезеге бөліп, 7 терезесін бояп отыр. Ал келесі 4 терезесін бояған, демек ол 8-ден 4 болады. Келесі бөлшектерді оқуды үйренейік. Мына бөлшек қалай оқылады? Бөлімі 7 болса, ол қаншадан нешеден деген сұраққа жауап береді. Демек 7-ден 1. Келесі 11-ден 8. 16-дан 5. 65-ден 21. 771-ден 109 деп оқылады. Енді қарбызды бірдей бөліктерге бөлінген, яғни қарбыз неше бөлікке бөлініп тұр жалпы? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бөлікке бөлініп отыр екен. Оны нешеуін салды ыдысқа? 5-еуін салды, Жалпы 9 бөлікке бөлінсе, 5-еуін салса, қандай бөлшегі салынып отыр? Жалпы 9-ға бөлініп отыр, демек бөлімнен 9-ы іздейміз. Мына 2-еуін 1-еу болу керек. 5-еуі салынып отыр, яғни алымнан 5-ті іздейміз. Міне, демек 9-дан 5 бөлігі салынып отыр. Ал фигураның қанша бөлігі боялған? Жалпы неше бөлікке бөлініп отыр санаңыз? 1, 2, 3 бөлікке, Оның нешеуі боялып отыр? 1-еуі. Онда бірінші бөлімінде 3 бар дегенді іздейміз. Оның нешеуі боялған? 1-еуі. Демек 3-тен 1. Фигураның қанша бөлігі боялған? Неше бөлікке бөлінген бірінші, соны іздейік. 3, 5 бөлікке бөлінген, санаймыз. 5 бөлікке бөлінген, нешеуі боялып отыр? 2-еуі. Демек бөлімінде 5-і барын іздейміз, алымында 2-сі бары.
Демек ол 5-тен 2. 5-тен 2 бөлігі боялып отыр. Келесін сіз таба қойыңыз. Фигураның қанша бөлігі боялған? Жауабын комментарийға қалдырыңыз. Қанша бөлігі боялған? Санаңыз, жалпы неше бөлікке бөлініп отыр? Соны бөлімінен іздеңіз. Нешеуі боялып отыр? Соны алымынан іздеңіз. Сосын оқыңыз бөлшекті. Келесі, фигураның қанша бөлігі боялған? Санайық. Жалпы неше бөлікке бөлінген? 3, 4, 5 бөлікке бөлінген. Бөлімінен 5-ті іздейміз. Міне екеуін біреуі. Жасылға нешеуі боялып отыр? Екеуі. Демек 5-тен 2. Келесін сіз таба қойыңыз. Жақсы, балалар, ендеше берілген тапсырмадан кім бірінші табады, соны комментарийға жауабын қалдыра қойыңыз.